Тәуелсіздік ең алдымен қазақ халқының асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Мен тәуелсіз Қазақстанның құрдасымын. Биыл мемлекетіміз 100 жылдығына қадам басып отыр. Осы жылдардың ішінде мен мектебімді бітіріп, тегін білім алып, мемлекеттік тілді меңгеріп, отбасымды құрып, еркін өмір сүріп жатырмын. Сонымен қатар тілі басқа тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір, жүзден астам ұлт пен ұлыс өкілдерін бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 5 жыл бұрын Қазақстан Халқы Ассамблеясының 24-ші сессиясында бірлік пен ынтымақ туралы елбасымыздың алдында мен сөз сөйледім. Біз барлық жетістіктерімізге тәуелсіз әрқашан биікте көрініп, туымыз әркез желбіре берсін.